Мен Сутеева Айтаңсақ, Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылы номер 3 Кеген орта мектеп-лицейінде дефектолог маманы болып қызмет атқарамын. Мен бұл мамандықты қалай таңдадым және сіздерді осы мамандықпен жақынырақ таныстырғым келеді. Мектепте білім алып жүргенде ерекше балалар және олардың өмір сүруі мені қатты қызықтырды. Бүгінгі қоғамда олар қалай өмір сүріп жатыр, қоғам оларды қалай қабылдайды? Осы сұрақтар толғандыра келе, мен дефектолог мамандығын таңдадым. Қазіргі таңда білім саласында көп реформалар жүріп жатыр. Соның ішінде инклюзивті білім беру өзекті мәселелердің бірі. Жалпы білім беру мектептерінде инклюзивті сыныптардың ашылуы соның айқын көрінісі. Инклюзивті білім берудің мақсаты ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқу процесіне қосу. Бұл дегеніміз ерекше балаларды қоғам өміріне тартып, өмірге деген қызығушылығын арттырып, өзін толыққанды тұлға ретінде сезіндіре білу. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп Дана Абай атамыз айтпақшы. Мен педагог-дефектолог ретінде алған білімді ерекше балалар үшін жұмсап, әр баланың жүрегіне жол тапқым келеді. Менің мамандығым және мен қызмет көрсететін балалар мені оптимист болуға, өмірге басқаша көзқараспен қарауға, балалардың аз да болса кішкентай жетістіктеріне қуануға, сабырлы болуға үйретті. Мен педагог-дефектолог ретінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға қоғамның толерантты көзқараспен қарауына, қалыптасқан стереотипті жоюға, дискриминацияны жоюға өз үлесімді қосқым келеді. Менің мамандығым менің мақтанышым.